Выгорание деген сөзді алып тастасақ, оны не деп атаушы едіңіз? Желаниен қашу бүкіл нәрседен. Сүйікті ісіңді табу деген мен үшін белгілі бір деңгейде еркелік және тәлпіштік. Мен сүйіктісім ақыл айту. Прогрессті байқау деген нәрсе бар. Бұл прогрессті байқау жалпы выгоранияға кірмеуге көмектеседі. Болашақ нәрселерге ойым бөлініп кетті де, короче, шатасып отырмын ғой бүйтіп, короче. Біраз миын айналдырып жіберемін ғой, дуалап жіберемін ғой десек ба. Қазақтарда қалай жұмыс жасау керектігін үйретеді, бірақ қалай демалу керектігін үйретпейді. Бірақ демалу ол сол жұмыс жасаудың бөлігі. Икигайды шығарған ғалымдардың өзі, немесе халықтың өзі оны спираль деп айтады. Әртүрлі саламен айналыстым, бірақ іште бір чувство болып тұрады. Вроде бы это не мое, что ли. Қазақтар андай ғой, бір ақыл сұрайды, бірақ бәрібір өзінікін істейтін адам ғой негізі. Гегельдің бір сөзі бар, как многие люди путают усталость с результатом деп айтады. Біраз нәрсе бітірдім деп шаршап құлауың ол результативный күн немесе нәтижеге апаратын күн болды деген сөз емес. Ол шаршаумен өлшенбейді. Ненен айттық? Есімде жоқ, сен айтқаныңыз. Жіберіп отырып қой әңгімені десең бе. Мынандай миф бар. Мысалы, мен дүйсенбі мен жұма ұрам жұмысты, сосын суббота воскресенье плотно демалам деп ойлайды. Шешім қабылдауға адам не үшін қиналады? Өйткені ресурс жетіспегеннен кейін да негізі. Бүгінгі подкаст энергия тақырыбы және выгоранияға арналған болады. Бұл подкастта біз не үшін біз выгоранияға түсеміз, мән мағынаны жасап жүрген ісімізде не үшін жоғалтып аламыз, бір патологқа тірелген сезім не үшін келеді бізге, одан қалай құтылуға болады, өзіміздің энергиямызды басқару, еш нәрседен, бүкіл нәрседен желанияны қашып кететін не үшін себебі және одан қалай шығатынымызды талқылайтын боламыз. Бүгін бізде қонақта Темірлан Биахмет, Сман секілді үлкен компаниялардың атқарушы қызметін басқарған, қазір кәсіпкер және Gallup бойынша эксперт, және қазір 3-4 түрлі кәсіп иесі. Ал, Таке? Қош келдіңіз. Қош келдік. Рахмет шақырғаныңызға. Фокус деген тақырыпқа тоқталсақ болады. Сол қатысы бар. Осы тақырыптардың ішіне, иә? Қысқа. Неден бастаймыз? Так, сразу кірісе берейік. Как часто вообще адам выгоранияға түседі? Не үшін түседі? Содан бастайық. Негізі бұл өте бір не нәрсе ғой? Ауыр тақырыптардың бірі ғой, потому что бұрындар менде өте часто қайталанатын. Әр 3 айда, әр 4 ай сайын бір рет. Бірақ соңғы бір 1,5 жылда бір рет болды. И сол бір рет болған кезде мен үлкен минусқа кірдім. Ол кәсібіме әсер етіп кетті. Дұрыс емес кәсіп ашып кеттім ол кезде. И сол жайлы бүгін қозғайтын боламыз. Мысалы, осы жерде выгорание деген сөзді алып тастасақ, ондай сөз жер бетінде жоқ десек, оны не деп атаушы едіңіз? Өте орында сұрақ. Бұл жерден подкаст тоқтатамыз десеңші. Бұны ма? Желаниен қашу бүкіл нәрседен. Просто ты существуешь. Әдем. Енді қазіргі таңда көбі... Сен барсың, бірақ жоқсың да? Тірөлік дейсіз ғой. Выгорание, депрессия деген сөзді көп енді андай қылып жіберді ғой. Мысалы, Инстаграм қатты дамығалы, инфобизнес қатты дамығалы, көп адамдар Есентайдың тізесін шығарып жіберді ғой. Грубо айтқанда, бұрын мысалы адамдар Есентайға кіруге ұялатын болса, қазір екінің бірі жүре береді, ақшасын жинап барып әйтеуір Луи Виттоннан бірдеңке ала салады деген сияқты. Дәл сол сияқты выгорание, депрессия дегенді де кішігірім андай бір дәмін кетіріп жіберді. Айта беріп. Әсіресе депрессияның, ол негізі үлкен психологиялық ауру ғой негізі ол. Басым бөлігі түбі өз-өзін өлтірумен аяқталатын, бірақ оны у меня депрессия деп әйтеуір айта береді. Қазіргі таңда сол репрессияға шыдаған ата-бабамыздың депрессияға шыдамаған ұрпағы сияқты болып жүрміз дегендей ғой. Сол сияқты екінші айтыла беретін нәрселердің бірі ол выгорание. Күйіп кету дейміз ба, жанып кету дейміз ба, қазақша айтқанда. Бұл жақта нақты бір факторы жоқ, ғалымдардың айтуынша. Тек выгорание мынадан ғана болады деп айтпайды, бірақ бір 5-6 факторы бар. Сол факторлердің ең біріншісі мән мағынаны кетіп қалуы, істеп жатқан істен немесе жұмысыңнан. Екіншісі артық көп жауапкершілік, немесе артық көп тапсырмалар алып алуы. Үшіншісі энергияны дұрыс басқара алмау. Төртіншісі эмоционалды шаршау. Яғни оның ішінде бір эмоционал бір бәлелер болуы мүмкін, реніш бірдеңе соны шығармай жұта беру. Бесіншісі мойындалмау дегенде бар. Яғни признание жетпей қалуы. Одан кейін оның астынан шыға беріп құнсыздандырып жіберу, айналасындағы біреулер. Тағы да бір себептерінің бірі салыстыру деген сияқты ғой. Айта берсе көп. Қорыта келгенде выгорание нақты мынадан деп айту қиын.
бірақ ғалымдарымыз осындай бірнеше фактордың себебінен немесе соның біреуінен немесе қосындысынан болуы мүмкін деп айтады. Мақсатсыздық та кіргізеді айтпақшы выгораниеға. Сіз көбінесе жаңағыдай әртүрлі ғалымдардың айтқанымен ар жақтан білім жинап сол бойынша айтасыз, өзіңіздің өміріңіздегі қолданып көрген нәрсе практикадан, иә? Менде енді гэлп тапсырғандар білетін шығар, belief деген талант бар, принцип убеждения және жауапкершілік деген талант бар. Менің құндылықтарымның бірі немесе принциптарымның бірі өзім өмірімде іске асырып маған оң нәтижесін бермеген нәрсені айтпауға тырысамын. Ал қазір құр оқыған нәрсемді айта беретін болсам, біраз миын айналдырып жіберемін ғой, дуалап жіберемін ғой десек ғой. Сондықтан шарттардың бірі сол өзім практикада асырған, маған оң эффектісін берген, жақсы әсер еткен және ғылыми мойындалған нәрсе. Қазір подкаст барысында ремарка ретінде айта салайын, ғалымдардың еңбектерінің аттарын көп айтып жатуым мүмкін. Ол мен бір көп оқыдым немесе мақтану мақсатында емес. Сол автордың иесіне деген дань уважения дейді ғой енді. Иесіне қайтару. Екіншісі ол менің пікірім еместігінің белгісі. Өйткені мен қазір өзім пікірімді айтып отырсам, тыңдармандар, оқырмандар, сіз кімсіз деуі мүмкін деген сияқты момент бар да. Ол кәдімгі әлем мойындаған, кейбіреу Нобель сыйлығын алған деген сияқты үлкен еңбектердің несі да. Соны айтып отырамын. Енді глубже кірсек, мысалы оның ішіндегі бір факторлардың бірі жаңағыдай адам өзінің істеп жүрген ісінің мән мағынасын жоғалтып алу. Бұл менікі ма, менікі емес па? Сүйікті іс табу немесе. Осыған тоқталсақ бірінші. Тағы қайтқа кететін сияқтымын. Мен сүйікті іс табу емес, істеп жатқан ісіңді сүйе алу деген принцип ұстанамын. Соны үйрену керексің деп. Сүйікті ісіңді табу деген мен үшін белгілі бір деңгейде еркелік және тәлпіштік. Тәлпіштік дегенде батыс жақтың халық үшін жаман естілуі мүмкін. Бұл енді еркеліктің де бір астым кеткен түрі деген сияқты мағынада ғой. Не үшін? Сүйікті ісін енді адам іздесе болатын шығар, бәлкім бір 20 жасқа дейін бе екен, 18-ге дейін бе екен, білмеймін енді, бір 25 дейміз ба, жарайды, бір көбірек ала берейік. Бірақ ары қарай білмеймін, ол адамның отбасысы пайда болса, немесе бір жауапкершіліктер пайда болса, ол істеп жатқан ісін сүйіп үйрену керек. Сүйікті іс табуға мысалы мынандай сұрақ. Қазір біреу келіп, маған Темірлан ай сайын стабильно 10 немесе 20 миллион береміз. Бірақ сен Алматыда общественный туалет жуу керексің деп айтса, немесе мына көріп отқан көрермендердің біреуіне айтса, мен ойлаймын бір 90-95% істейді депші. Ай сайын 20 миллион, ол біраз кәсіпкер таба алмайтын ақша ғой. Сұрақ туындайды, сүйіктісі қайда кетіп қалды деген сияқты. Және де тағы бір дәлелдердің бірі, карантинде мен сондай жұлдыздарды білем. Біз пір тұтып жүрген әншілерді, литровый бутылкамен қымыз сатып жүргендерін көргем. Сұрақ туындайды. Оның миссиясы ән айту еді ғой. Оның сүйіктісі ән айту, неге жатпайды үйінде? Менің миссиям ән айту, сүйіктісім сол деп. Жоқ, Құдай сақтасын, қандай да бір ситуация келсе, соғыс болып кетсе, бір жауапкершіліктер келсе, адам кез келген істі істеуге дайын. Сүйікті андай ғой, менің бақытсыздығым, бақыттымын ба деп ойлануға ұзақтың көп болғандығынан деген бір философтың несі бар. Яғни менде настолько уақыт көп, барлығы комфортно, мен отырып, мен бақыттымын ба жалпы, менің ісім сүйікті ма, сүйікті емес па деп ойланып, сөйтіп бір еркеліктен болып кетіп жатыр. Бірақ жалпы адам іздемесін деген де сөз емес. Иә, кейбір адамға жағатын істер бар, ұнайтын ісін тауып алып, сүйіктісін тауып, одан ақша тапса, ол вообще күшті. Икигай дегендер не болды сонда? Икигай дегеніміз енді Жапонияда барғандар бар шығар, жоқ па білмеймін. Жапонияға барып өздеріңіз зерттеп көрсеңіздер, олар кайдзен икигай дегеннің өзін қатты біле бермейді. Бірақ ол нәрсе өмірлеріне сіңіп кеткен. Метросында жүрсеңіз де кайдзен еніп кеткен. Бірақ икигай дегеніміз, икигай жақсы ғой, бірақ икигайды зерттеп еңбектердің түбіне түссеңіздер, сол икигайды шығарған ғалымдардың өзі немесе халықтың өзі оны спираль деп айтады. Яғни уақыт өте келе өзгеріп отыруы мүмкін. Ол қатып қалған, яғни бір таптым, ол мәңгіге деген сөз емес. Ал екіншісі, мысалы қараңыз, бүйтіп бөліп алған дұрыс шығар. Сүйікті іс және де ақша келетін іс деп. Ең оңай осы. Миында адам бөліп алса, сүйікті іс, ақша келетін іс. Ақша келетін іс әрқашан ұнамауы мүмкін. Бірақ ақша келетін істі көп істеу арқылы, көбірек ақша табу арқылы ол сүйіктісіне көбірек уақыт бөле бастайды. Мен беретін ұсыныс сондай. Мысалы, мен сурет салам, немесе бір кісі сурет салады, оның сүйіктісі. Бірақ сурет салу, кешір, мен ақша келмейді. Оны отбасын асырамайды. Бірақ ол сүйікті іс, ол хобби ма сонда? Басында солай қараған дұрыс шығар. Ол ақша келетін істі істейді, жауапкершілік. Футбол ойнау, теннис ойнау. Иә. Маслоу пирамидасына салатын болсақ, сол бір мұқтаждық, базалық мұқтаждықтарды жабуға істеп отса, бірақ уақыт өте келе, мынау бәлкім 3-4 жылдан кейін сүйікті ісі ақшаға алып келе бастауы мүмкін.
сол кезде барып мына табысы сияқты ақша келген кезде маған секірсе болады деп ойлаймын. Бұл бірінші момент. Екінші момент, сүйікті істі іздеуге болады жаңағындай бір жасқа дейін ғана. Ары қарай жауапкершіліктер пайда болса, істеп жатқан істі сүйе алу деген нәрсе бар. Қалай сүйе аламыз деген сұрақ туындайды. Ол жақта бірнеше фактор бар. Соның бірі, жаңа выгоранияға да қатысты бұл, ол мән мағына бере алу. Істеп жатқан ісіңе. Марғұлан Сейсенбай ағамыздың жиі айтатын нәрсесі бар ғой. 3 адам құрылыс жасап жатады. Біріншісінен сұрайды, не істеп жатсың дейді. Мен кірпіш қалап жатырмын дейді. Екіншісінен не істеп жатсың десе, мен кереге қалап жатырмын дейді. Үшіншісінен не істеп жатырсың десе, мен Алланың үйін салып жатырмын деп айтады. Енді храм деп айтады, біздің тілмен айтқанда Алланың үйін салып жатырмын. Үшеуі де стройкамен айналысып жатыр. Бірақ үшінші адам ол мән мағына бере алған адам. Мен тек қана сатып жатқан жоқпын, мен осы сату арқылы біраз адамның қарызынан құтылуға себепкер болып жатырмын. Мен бүйтіп жатқан жоқпын, бүйтіп жатырмын. Мен құрынан істеп жатқан жоқпын, осы арқылы отбасыма халал рызық апарып жатырмын деп мән мағына беру біріншісі көмектеседі. Екіншісі, прогрессті байқау деген нәрсе бар. Бұл прогрессті байқау жалпы выгоранияға кірмеуге көмектеседі. Прогрессті байқау дегеніміз мынандай эксперимент болған, бір аппақ бөлмеге 20 адамды кезекпен кіргізеді. Кезекпен бір уақыты бар, есімде жоқ, 20 минут отыру керексіңдер дейді, мысалы айтып отырмын. Ешкім отырамайды, аппақ, ештеңе жоқ. Біреу жүреді, біреу бүйтеді, біреу барып есік тартады, чотам деген сияқты. Сөйтіп сол экспериментті қайтадан қайталайды, бірақ бұл жолы есіктің үстіне сағат іліп қояды. Бәрі отырып шығады. Айырмашылық не? Сағатта. Сағат не берді? Ол прогрессті байқауды берді. Яғни мен бүйтіп қараймын, 10 минут өтіпті, 10 минут шыда, 3 минут қалды. Ана планкада тұрған сияқты ғой. Немесе бір Шымкент жақтан Алматыға келатсаң 300 километр қапты ғой деп ұйқың ашыла бастайды, 200 қапты, 1 сағаттың әңгімесі ғой деген сияқты. Сол прогрессті көрсету. Сол ішінде біздің қателігіміз, жаңа потолокқа тіреліп қалу деген тақырыпқа да қазір бұл қатысы бар. Бір орында тұрып қалған сияқтымын, артта қалып қалған сияқтымын деген салыстырудан бөлек көбі сол прогрессті көрсетпейді. Ал ми ол обнулять еткіш. Ол 0 қыла береді. Ал прогрессті көрсетуді қалай жасасақ болады деген сұрақтардың бірі, ол біріншісі small wins деген бар, кіші жетістіктерді жазу. Мысалы, кешке келіп ап, мен бүгін нан істедім, біреуге күлкі сыйладым, біреуге сыйлық бердім деген сияқты кез келген. Одан кейін екінші көмектесетін нәрселердің бірі ол шүкір дәптерін жүргізу, күнде шүкіршілігін жазу деген сияқты. Үшіншісі бар, бұл көбінесе адамдар жұмыс істеп жүріп выгоранияға кірген кезде көмектесетін нәрсе, ол резюме жазу, түйіндеме дейді ғой, өз-өзіне резюме жазу еркін форматта. Бұл менеджментта бар. Яғни менің қолымнан не келеді? Мен ананы істей аламын, бүйте аламын, сөйлесе аламын, сата аламын, жұмыртқа қуыра аламын, мысал айтып жатырмын да. Сөйтіп соңында әзіл бар, андай резюмеме қарап өз-өзім жұмысқа алғым кетті ғой деген сияқты. Сол үшін де осы жақта қызық нәрсе бар. Адам не үшін мысалы жаттығу бастап келеді да тастап кете береді? Не үшін тіл бастайды да үйреніп келіп тастап кете береді? Сол ғалымдардың айтуынша бірнеше фактор бар, соның бірі сол прогрессті көрсетпейді. Мысалы, менің 150 килограмм салмағым бар, бір аптаға тренировкаға бардым. Неге тұрсам таразыға әлі 150-мін. Менің миым айтады, қуасың ба дейді, толқы жоқ дейді. Бірақ негізі мен прогрессті көрсете алсам, менде негізі прогресс бар. Қандай? Мен бұрын түні бойы телефон қарайтын, қазір жаттығудан келіп, что-то ерте ұйықта қалатын болыппын, телефон қарамай. Опа, бір прогресс. Ерте ұйықтаудың арқасында таңертең сәл ертерек бодыра тұра бастадым. Опа, екінші прогресс. Деп осыларды көрсетсем, бір 2-3 аптадан кейін, бір айдан кейін менде салмақ түсу деген прогресс басталады. Түсіндіре алатырмын ғой, Сол сияқты выгоранияға кірмеу, және де бұл неден шығып кетіп жатыр өзі? Потолокқа тірелмеу, сүйікті ісім, жаңа істі сүймей кеттім, ұнамай кетті дегеннің көбі сол прогрессті көрсеткен дұрыс. Жаңағы осы 3 жаттығу арқылы. Басқа да жаттығулар бар, базовый өзіміз істей алатын оңай жолдары осы. Сол екіншісі мән мағына беру. Жаңа қорытып айтып жатқаным, мән мағына беру. Мен құрғаннан нан істеп жатқан жоқпын. Бұл арқылы мынау болып жатыр деген сияқты моменттер. А жалпы кейбір адамдар бар, сразу сүйіктісін тапқан, олар күшті. Ол вообще огонь. Бірақ кей кезде енді менің түсінігімде кез келген істі істей алу ол бір есейгендіктің белгісі шығар деп ойлаймын. Сіздің сүйіктісіңіз қандай? Мен сүйіктісім ақыл айту. Мектеп кезінде мынандай қызық болды. Мектеп кезінде бәрі сұрайтын, 11-ші сыныппыз ғой, ұбт-ға дайындалып жатырмық. Сосын айтатын, тәке қандай мамандыққа түсесің, кім боласың деп. Мен айтатын, мен кім болатынын білмеймін по идее, бірақ маған бір нәрсе ұнайтынын білемін. Не ұнайды дедім, мен ақыл айту ұнайды деймін да. Ақыл айту қазаққа не? Қазір ақыл айтып отырмын ғой. Осы жерде әдемі сұрақ болды негізі. Қызық нәрсе айта салайыншы. Осы жақта сүйікті іске қатысты тағы бір лайфхак. Ол қайтадан іздеңіздер белгілі бір жасқа дейін, бірақ біздің қателігіміз, біз жалпылама баға беріп жібереміз. Мысалы, мен шаш алып жүрмін, шаштаразбын. 1-2 жылдан кейін тұрамын да, мына шаш алу маған ұнамайды деймін ғой. Что-то сүймейтін сияқтымын деп. Сөйтіп тастап кетемін. Сөйтіп үйге барып анализ жасап отырсам, по идее маған шаш алу ұнайды. Маған жай ғана шаш алған соң ана адамның шашын сыпырып пол жуу ұнамайды екен да.
сол үшін мен ана істі тастап жібердім ғой. Сол сияқты бір кеңес, адам сүйіктісін таппай жүрсе нетсе, жалпылама баға бермеңіздер, жіліктеп алыңыздар. Кейбір адамдарға бар жалпы сату ұнайды, бірақ ана жақтағы роп ұнамайды да. Мысал айтып отырмын да, басшысы ұнамайды, ана қаншер. Сол үшін ана бір сатуды жек көріп жүрген сияқты. Немесе біреу бар, там барлығы жақсы, бірақ бір ортасы ұнамайды деген сияқты нәрсе де болуы мүмкін да. Сол үшін де жіліктеп алып, сосын баға берсек, соның ішіндегі оны өзгерте алатын болсақ, өзгерткен дұрыс. Онда басқа ортаға барып сатушы болайын, немесе басқа компанияға барайын. Мынандай мына жаққа мен 2-3 ай шыдай тұрайын, еден жумау үшін. 2-3 айдан ақшам көбейеді, сол кезде еден жуатын тәте ала саламын деген сияқты бір моменттер бар да. Сол үшін де одан кейін тағы бір лайфхак, сүйікті іске байланысты біз сүйікті істі точка А сияқты қылып қарайды. Мен сүйікті ісімді, бір миссиямды тауып алайын, сосын соның жолында 70 жасқа дейін айырамын деп, ну это так не работает. Сүйікті іс немесе миссия деген сияқты нәрсеге көзқарасты өзгертсек, оны точка Б сияқты қылып қарасақ, біз бірінші жолға шығамыз, ананы көреміз, ұнамай қалды, мынаны көреміз, ұнамай қалды, сөйтіп барып табамыз ғой. Бұл бір талғамның қалыптасуы сияқты. Мен сіздің қазір алдыңызға келіп 5 тамақ ұсынсам, мен қайсы дәмді десем, айтуыңыз мүмкін, білмеймін тәке деп. Түріне қарасаң, мынау нормальный сияқты деп айтасыз. Мен ішіп көремін деп айтамын, ереке, быт-шыт тамақ қой мынау деп. Ал сіз 5-еуін де ішіп көрсеңіз, айта аласыз да, тәке мынаның түрі онша емес, бірақ дәмдісі осы. Өзіңіз де білесіз ғой енді, опытыңызда жаңағы ютубта жүргеніңіз мүмкін, сосын бір темалар шыға қалса, давай көрейінші деп. Оны көрген дұрыс, бірақ кіргеннен кейін, ішкі кухнясын көргеннен кейін барып қана, бұл менікі емес, менің ютубым жақсы екен ғой деген сияқты нәрсе болады. Сол үшін де сүйікті іс бұл талғамның қалыптасуы сияқты, адам өзіне не уақыт беру керек, немесе сондай бір опыт беру керек. Тағы бір нюанс, көбі опытты андай түсінеді. Мысалы, менің медицинский оқығым келе ма келмей ма, мысалы фармацевт болғым келе ма келмей, мен білмеймін деп айту мүмкін. Ондай кезде Асфендияровқа түсіп, 3-ші жылы ой менің сүйіктісім емес екен ғой деп шығып кетсін деген сөз емес. Ол адам бәлкім 1 апта 2 апта тегін барып, мен бұрын сөйтетін. Мысалы бір не тұрса, бір тауып аламын, әйтеуір аптекасы бар туысқан немесе ана орында әпке қасыңызда 1 апта жүріп берейінші тегін. И мен ішкі кухняны көргеннен түсінемін, ұнамайды екен. Мысалы мен мектеп кезінде сондай бір ситуация болған, мен КМБшник болғым келетін, военный. Ау деп потом анализ жасап отырсам, мен жалпы андай бір ксива көрсетіп, бір билікті ұнататындардың, енді жалпы қазақтың табиғатында бар ондай ше. Сондайдан ғана екен да. Бірақ шынымен сонымен айналысатын бір ағаммен кездестім. Ол бүткіл ситуациясын айтып берді, қалай өліп қала жаздағандығын, отбасын мүлдем көрмейді, ана жаққа айдай салады, мына жақта 4 ай жүреді. Сөйтіп отбасымен ажырасты. Не жоқ кәдімгі жеке өмір деген бір өліп қалса артын примерно жаба салады деген темалар бар екен. Соның бүткілін картинаны көрген кезде, ё-мой, оказывается, мынау мен ана сыртындағы бір мұқабасын ғана ұнатып жүр екенмін деген сияқты моменттер бар да. Қорыта келгенде, сол сүйікті істі іздеңіз күшті, оған лайфхак, уақыт беріңіз, талғам сияқты қалыптастырыңыз, әрбір көріп өзіңізге 1 жыл, 2 жыл тест жасап, үшіншісі жіліктеп ішіне именно не ұнамайтынын анықтап алу. Ал істеп жатқан істі сүйе алу үшін оның факторлары көп, бірақ ең базовый 2 факторы, біріншісі мән мағына беру, істеп жатқан істің, екіншісі прогрессті көрсетіп отыру керексің. Бұны өмірдің бүткіл сферасында әдет қалыптастыру, тіл үйрену, спорт қолдана берсе болады. Бұл сол күйіп кетуден сақтайды кішкене. Мысалы менің өзімде мынандай болды да, әртүрлі саламен айналыстым, бірақ іште бір чувство болып тұрады, вроде бы это не мое что ли деген сияқты. Вроде жұмысын жүріп жатады, басқа нәрселер болып жатады, бірақ іште бір андай сезім болып тұрады. Біртүрлі бір сезім, ананы атауын атап түсін түсте алмайсың, бірақ ана нәрсені жауап тастап басқа жаққа кеткің келіп тұра ма, қышынып, или білмеймін, ішіңде бір не тұрады. Бұны не деп айтса болады сонда? Бұны таңдаудың көптігі деп айтады ғой. Бұл ғой. Енді сол бағана айтқанда біздің бақытсыздығымыз таңдаудың көптігінен. Бұл да Оксфордтың эксперименті бар. Адам таңдау көп болған сайын соншалықты бақытсыз бола бастайды. Бізде жаңа әлеуметтік желі болғаннан кейін айтып жатырмын ғой, біреу анамен айтып жатыр, біреу криптомен тауып жатырмын дейді. Енді расын өтірігін, ол ішіне кірсең қиын енді. Біреу үйде отырып ақша тап, біреу бейт, біреу мен анамен айырып жатырмын, біреу Қытаймен товар, біреу БАДы деген сияқты. Сол нәрсенің барлығын көргеннен кейін адам өзінің несін құнсыздандыра бастайды ғой. Өзінің істеп жатқанынша. Содан кейін андай қыздардың арасында қызық бір не бар ғой, шашы бұйра болса түзулегісі келеді, түзу болса бұйралағысы келеді, сол сияқты әңгіме. Каре қылғысы келеді, ұзын болса. Біреудің ана орыстарда бар еді ғой, бірдеңке трава зеленее деген, бұл соседа трава зеленее еді, сол біреудің несі күштірек сияқты болып көрінеді. Бірақ ол сол салыстырудан деп ойлаймын. Одан кейін әлеуметтік желіде өтірік сыртын күшті қылып упаковать етіп көрсетуден деп ойлаймын. Сол үшін айтып жатырмын, ол да болады, ол да жақсы. Бірақ адам түсіну керек, ол нәрселер ақша келіп жатқан нәрсесіне әсер етпесе. Мысалы, мына жақтағы бір қорының 10%-ын ғана алып, мынаған салып тест жасап көрдім, мынаған салып тест жасап көрдім, проблема жоқ.
бірақ алып мынаны x қоя салып мынаған кіріп ол андай ғой, сіз финишный прямойдан YouTube саласында жүгірдіңіз да, бір 5000 метр жүгіріп қойдыңыз да, сөйтіңіз да артқа қарадыңыз да, жоқ ей деп ана бүткілін тастай салып финишқа келіп қайтадан жүгіру сияқты нәрсе да. Мүмкіндік болса, енді кеңестердің бірі, мүмкіндік болса ризық келіп жатқан каналдарды жаппау, мүмкіндік болса. Керісінше одан сайын кеңейтуге тырысу. Мысалы ұнаса да ұнамаса да, өйткені ризық содан келіп жатыр да. Мысалы мынау сияқты болса, енді отырып осыны қалай сәл үлкендеу қылсам болады деп үлкейту, енді осыны қалай труба сияқты қылсам болады, осыны қалай деп. Бұл ұнамаса да, енді менің түсінігімде солай. Андай бір әзіл бар. Бірақ адамдарда былай болады ғой, вообще желаниесі қашып кетеді ол нәрсені істеуге, сөйтіп тұрады да басқа салаға барып басын ұрып қайтып келеді. Ол да дұрыс. Сол моментте именно вот желаниесі қашып кеткен кезде ол сөйтіп барып келсін да, сол дұрыс. Сөйтіп барып келген дұрыс па? Иә, ол дұрыс. Мен бұрын андай нәрсе болатын. Сіз айтпақшы не психолог, коучтар барасыз ба негізі? Бұрын барғам, бірақ жұмыс жасай алмады менімен. Ол да бір қызық история. Андай мен балалық шағымда мүлдем білмеймін ғой. Есімде жоқ. Сөйтіп ана крючок жоқ дейді ілетін. Сөйтіп сіз настолько ақиқатпен бетпе-бет келе алмаған адамсың дейді. Ана балалық шақты сознанияң подсознанияға лақтырып жүрген дейді. Біз 4-5 жыл бірінші енді сознанияға қарай шығарып алу керекпіз оны дейді. Сол кезде крючоктар пайда болады дейді. Сондай қызық болған. Бірақ енді білмеймін. Адам негізі өзі қуалап, өзі нетсе де табады. Көп сұрақтың жауабы бар ғой ішінде. Бірс жай сұрағым ғой. Барып көрген, бірақ білмеймін, қатты әсер етпеді. Жаңа басты ұрып келу керек дедіңіз. Соны бірдеңке айта салайыншы. Менде мынандай не болған, сол есіме түсіп жатыр ғой. Бизнестағы бір ұстазыма барып сұрайтын, ұстаз осындай үшін. Мысалы там мына жерде 6 жыл істегем, айлық деген бірнеше миллион, жұмыстан шығып жатырмын. Қалай ойлайсыз, дұрыс па, дұрыс емес пе? Білмеймін, шығып көрсей, сосын көресің дейді, дұрыс емес екенін. Сөйтіп шығып кетемін. Үйде жатамын, жаңағыда ұсыныстар келе бастайды. Ана тема қызық. Қайтта бармын, ұстаз үшін мынандай жаққа шақырып жатыр, мынандай темалар шығып тұр. Істеген дұрыс па, дұрыс емес пе? Бұл қандай ұстаз? Білім ба? Бизнестағы ма? Бизнестағы. Білмеймін, істеп көрсей, сосын көресің, дұрыс емес екен дейді. Яғни сол жақта түйгенім, ол кісі андай нәрсені айтқан ғой, бар істе, басыңа шишка шықсын, кел, потом пообщаемся деген сияқты. Ол кезде уже қазақтар андай ғой, бір ақыл сұрайды, бірақ бәрібір өзінікін істейтін адам ғой негізі. Ақыл сұраса да бір подтверждение іздеп қана сұрап келеді. Соның ответін таппайынша сұрай береді. Сондықтан кейбір адамдар бар, істеп көрген дұрыс шығар. Мен әсіресе жас болса, ол әзірше жауапкершіліктері жоқ. Ол енді істеп көру деген Аллаху акбар деп 100-200 миллион қарызға кіріп кетсін деген мағынада айтып жатқан жоқпын. Бірақ жастық қой, мүмкіндік бар. Бізде жастардың өзі андай бір, осы жерде тағы бір нәрсе айта кетейін. Адам ақыл тыңдаған кезде анализбен және де критикалық ойлау жүйемен тыңдаған дұрыс. Кезінде бір Бекбота еттің несі шықты да, рилсы. Бізге әлі Марғұлан Сейсенбайды тыңдау ерте депші, белгілі бір деңгейде, иә. Немесе қазір алдында бір-екі балаларды көріп жүрмін, Уоррен Баффет бар ғой, Кока-Коланың несі, акциялары бар. Уоррен Баффет қандай кеңес айтасың десе, барлық ақшаларыңды алдыңдар да акцияға құйыңдар деп айтты дейді. Сөйтіп жүр. Айтамын да, Уоррен Баффеттің жасы 98-де ғой деймін да. Сен 20-дасың ғой деймін да. Сен пахат ететін кезің ғой қазір, ананы көрсе, мынаны көрсе деген сияқты. Уоррен Баффеттің жасында сонысын істейсің. Немесе бұнана «Скоростная полоса миллионера» деген кітап бар, барлықтарыңыз бір естеріңізде сақтап алсаңыздар, сол жақта күшті келтіреді. Накопительный эффекттің минустарын шығарады. Андай көп ұзақ мерзімді ол ақша. Бірінші накопительный эффект деген бір түсіндіріп. Накопительный эффект деген ол андай ғой, мысалы сіз бір жерге ақша құйып қойдыңыз, ол сізге мысалы $1000 құйдыңыз, ол сізге $100 000 болып айналып келеді, жобамен 35 жылдан кейін, не 40 жылдан кейін, мысалы айтып жатырмын. Сол накопительный эффект 2x-ға көбейе береді. Бірақ ана кісі андай жақсыны алып келеді. Бірінші сұрақ дейді, сен 30-40 жылдан кейін барсың ба, жоқсың ба деген сұрақ дейді. Екіншісі, болсаң да бұл қаншалықты саған керек емес дейді. Үшіншісі, ол ақша сенде болса да сен кәрісің ғой дейді да. Белгілі бір деңгейде не істейсің 90 жасында ол ақшаны деген сияқты нәрсе. Ана кісі басқа бір подходтарды алып келеді. Сол үшін де екіншісі Марғұлан Сейсенбайдың несі бар. Бүйтіп айтады. Соколовский деген кісіге беріп жатқан подкастында мақсат жоспарлауға да қатысты. Мен бүйтіп мақсат қоямын дейді. Мысалы паркке бару деген, немесе бір кездесуге сөйтіп бара жатамын да, жолда біреу балмұздақ сатып тұрса, мен балмұздақты сатып аламын да, сөйтіп сол балмұздақты жеп, менің әзірше мақсатым сол балмұздақты жеу дейді. Сол кезде Соколовский күшті сұрақ қояды. Сізде өзіңізді іштей жеу болмай ма дейді да. Мен мақсатыма жетпей қойдым ғой, бармай қойдым ғой, до конца сықпадым ғой деп. Сол кезде Марғұлан Сейсенбай, сен бұл өмірге до конца сығу үшін келдің ба, әлде бақытты болу үшін келдің ба деп сұрайды. Былай сырттағы қарасаң, вау. Бірақ негізі ол кісі өзі кезінде сыққан ғой до конца. Ең бірінші кәсіптердің бірін білетін шығарсыздар. Мен некемді қиып жатқан кезде ЗАГСта бұрын орындықтардың астында не болатын? Фирмасы жабысып тұратын қағаз.
соны жұлып отқан ғой, бүйтіп қарап кәсіп жайлы ойлап отқан ғой. Сосын ана сөздік жайлы білетін шығарсыз оқиғасын, қолына сөздік байлаған, спорт етіп 4 жыл ма жібі шіріп кеткенше. Ол сығудың патологы ғой. Ағылшынша үйрену үшін, иә. Бірақ 60-70 жасында миллиардер болсаң, енді сықпа бауырым деп отыруға болады да. Сол үшін де біз ақыл тыңдаған кезде, подкасттар көрген кезде, енді кеңестерім анализбен, критикалық ойлаумен қабылдау. Әсіресе тест жасап көру, қорықпау жастық шағында. Ал сондай бір жастар келеді, инвестор болатын. Бұл қайтадан тест жасасын деген мағына ол найымнан шығып кетсін, бәрі кәсіпкер болсын деген сөз емес. Қазір көбінде миф бар, шықсам кәсіпте көп ақша бар деп. Андай сөз бар, еркін боламын деп еркін боламын деп кәсіппен айналыстым, бірақ кәсіптің құлы болдым деген сөз бар. Мен 5-2 жұмыс жасамау үшін кәсіппен айналысып, енді 24-7 жұмыс жасап жүрмін деген әзіл бар ғой. Сол сияқты ол кәсіпте ақша көп деген көбінесе миф. Ақша бар, бірақ біраз жылдан кейін табуың мүмкін деген сияқты. Сол үшін де кейбір найымда жүрген адамдардың тұрақты бір 500 мың, 700 мың, 1 миллион айлығы болса, ол мен ойлаймын Қазақстандағы біраз ипшниктардан көбірек ақша тауып жүр деп ше. Сол үшін де барлығы бұл жаңа адам тест жасап көрсін, өзінің сүйіктісін табу үшін жан-жақты көрсін дегенім, ол барлығы найымдарын тастап кәсіпке кетсін дегенде мағынада емес. Бірақ сонда бір жас период болса, жауапкершіліктер жоқ, кредит қарызы жоқ, ешкімді бақпайды. Да көрсін, ананы бір. Сосын зато бір талғам қалыптастырып алады деген сияқты ғой. Сүйіктісін таппаса да, нені сүймейтіндігін анықтайды да хотя бы. Точно менікі емес екен деп. Ол қайтадан таңдау вариантын азайтады. Виа негатива ғой, таңдау вариантын азайтады хотя бы. Так, біз енді сәл бір қорытындылап алсақ, ненен айттық? Есімде жоқ, сен айтқаныңыз. Жіберіп отырып қой, әңгімені десең ба. Қорыта келген кезде, жалпы сүйікті іс іздеу нормально, проблема жоқ. Бір белгілі жасқа дейін. Ол жастан асып атса, жауапкершіліктер пайда болып атса, ол сүйіктісін іздеймін деп жауапкершіліктерді қалдырып қоя алмайды. Сол үшін істеп жатқан істі сүйе алу керек. Қорыта келген кезде істеп жатқан істі сүйе алу үшін бірнеше фактор бар, бірақ базовый екеуіне тоқтала салайын. Біріншісі соған мән мағына бере алу, екіншісі прогрессті байқап отыру. Ал сүйікті іс іздеуге байланысты қорыта келген кезде ол точка Б сияқты қарау. Оны бірінші тауып аламын, потом айырамын деген ол өтірік миф. Сіз жолға шығасыз, басыңызды мынаған соғасыз, мынаны көресіз, салыстырып көресіз, күшті болып көріңіз, ішіне кірсеңіз ұнамай шығады, сөйтіп барып табасыз. Және де барлығы сүйіктісін табу шарт па? Жоқ. Жаңағыдай кейбіреуі разы болса, нормально. Немесе миыңызда ақша бөлетін іс, және де сүйікті істеп бөліп алсаңыз болады. Ақша көбірек алып келесіз, соңында сүйіктіспен айналысу үшін, немесе параллельно алып келетасыз, мына көбірек ақша алып келгенде мынаған секіріп кетесіз деген сияқты варианттар бар. Және ол талғам сияқты қалыптасады. Көру арқылы өзіңіздің сүйіктісіңіз таппасаңыз да хотя бы вариант азаяды. Соңында баға бергенде де жіліктеп беру. Общий, мына ұнамайды емес, оның ішінде бәлкім бір несі ғана ұнамайды, оны ауыстыруға болады, немесе делегировать етуге болады деген сияқты. Және де медицина ұнайды деген сияқты, мысалы үлкен тақырыпты білу үшін университетке түсіп барып білу шарт емес, 1-2 апта біреудің қоластына істеп көрсе болады, тегін барып көрсе болады деген сияқты моменттер. Және де жаңағы ақыл подкаст тыңдаған кезде фильтрмен қарау, қорытып келген кезде кейбір кісінің жасы үлкен болуы мүмкін, ол басқа неде болуы мүмкін, екеуі екі түрлі. Ол жастағы әңгіме бәлкім сол жастағы кісілерге және де сол кісінің деңгейіне жеткен адамдарға да арналуы мүмкін. Может, ты не та целевая аудитория? Иә, белгілі бір деңгейде, иә. Ал переизбыток жұмыс жасау бар ғой, мысалы адамдар болады ғой, демалмай жұмысты ұра береді. Достигаторлар ма? Иә, достигатор, перфекционист, жылына бір жылда кейбір адамдарды көргенмін, 2 жылда, 3 жылда бір аптаға или 2 апта или 1 ай демалып алады да, дальше жыл бойы ұрып кете береді, жұмыс деп ше. Бұл да бір выгорание кіргізе ме, бірақ ондай адамдар ұрып кете береді ғой негізі, бульдозерға ұқсап. Ол үлкен мақсаты не үлкен миссиясы бар больной адамдар болуы мүмкін. Ондайлар өте аз. Мен бұрынғы кәсіптегі ұстаздардың бірі сондай. Оның мақсаты, біз алдыңғы подкастта 10 жылдық деп әңгіме айтып отырдық, ол кісінің мақсаты қиямет қайымға дейін қойып тастаған ғой. Сондай уровеньде ми көтермейтін мақсаттар қойып тастаған ғой. Ондайлар бар енді 1-2% бәлкім. Бірақ 99-98% күйеміз ғой. Выгорание әдетте мынандай нәрсе бар. Бізде қазақтарда қалай жұмыс жасау керектігін үйретеді, бірақ қалай демалу керектігін үйретпейді. Бірақ демалу ол сол жұмыс жасаудың бөлігі. Біздікілер балтамен орманшы жайлы оқиға бар, балтамен ұра береді. Біреу бар, неғып барып қайрап келмейсің десе уақыт жоқ та қайрауға. Ол түсіп тұрған жоқ, барып 1-2 күн сайын қайрап тұрса, қаттырақ көбірек шабатын және азырақ энергия жұмсайтын. Бізде қазақтарда мынандай миф бар. Мысалы, мен дүйсенбі мен жұма, понедельник пен пятница ұрам жұмысты, проект жабылғанша, немесе ай біткенше. Сосын суббота воскресенье плотно демалам деп ойлайды. Ол андай сияқты әңгіме ғой. Мен дүйсенбі мен жұма тамақ жемеймін да,
сенбі күні 5 күн тамағын бірден жеп аламын деген сияқты әңгіме. Энергия, яғни выгораниялардың бірі сол энергияны дұрыс басқара алмағандықтан кіреді. Энергия бұл дозамен беріледі. Бүгін беріледі, бүгін бітеді. Уақыт сияқты. Сіз оны қолдансаңыз да, қолданбасаңыз да өте береді. Энергия беріледі, біреулер үйде жатады, біреулер жұмыс жасайды, өте береді. Сол үшін де байқасаңыздар, кей кезде үйде аяқ созып алып, жатсаң да бір басың ауырып, жұмыс жасағаннан да қатты шаршап кетесің ғой. Ол солай, энергия кете береді. Сол үшін де, мысалы, кейбір экономистер, немесе социологтар ресурс деп айтады ғой. Сенде қандай ресурс бар десе, менде телефоным бар, менің достарым бар, таныстығым бар, жаспын, энергиям көп деп айтады ғой. Кейбір социолог пен жаңағы экономисттер энергияны ресурсқа жатқызбайды. Ол кейбіреу ғана. Не үшін айтайын? Себебі ресурс деп аталу үшін 2 шарт болу керек дейді. Бірнеше шарт бар, соның басты 2 шарты. Біріншісі ол сақталу керек дейді. Екіншісі көбею керек дейді. Ал энергияны біз сақтай алмаймыз. Сол үшін айтып жатқаным, ол жұмсала береді. Енді мынандай қызық нәрсе бар. Энергияны сақтап күйіп кетпеудің жолдарының бірі, жұмыс жасап жүрген кезде ол периодически демалып тұру. Мысалы? Ол қалай? Жалпы алған кезде энергия дегеніміз бір-біріне қарама-қарсы энергияның миксі ғой. Выгораниядан құтылудың жолдарының бірі, ол бір-біріне қарсы энергияны миксовать ету. Олай. Выгорание деген нәрсе ба? Шайып кеткенімше. Не бар қазір? Бүйтіп орысша түсіндірейінші. Демалу деген бар, және қалыпқа келу деген бар. Орысша айтқанда отдых, восстановление. Осылай түсіндірген дұрысырақ. Отдыхтың 2 шарты бар. Біріншісі, ол жерде мақсат бар. Екіншісі, ұнаса да, ұнамаса да жасайсың. Қазір түсіндірем. Восстановлениенің де 2 шарты бар. Мақсат жоқ. Екіншісі, тек қана ұнайтын нәрсе. Енді отдых дегеніміз ол бір-біріне қарама-қарсы энергияның миксі. Кейбір ғалымдарымыз 3 энергияның түрі бар, кейбіреу 4 дейді, 5 дейтіндер айырмашылық жоқ. Бұлай түсіндіре салсақ болады. Активный нәрсе істеп жүрсеңіз, сіз үшін отдых болады, пассивный нәрсе. Не активный нәрсе? Пассивный нәрсе істеп жүрсеңіз, мысалы күні бойы компьютердің алдында бір жұмыстар болса, монтаж деген сияқты. Сіз үшін отдых болады, активный нәрсе. Тауға шығу, жүгіру, қыдырып қайту деген сияқты. Слишком активно деп жүрсең, құр үйде жату. Иә. А біздікілер үйде жатуымен ғана өлшейді ғой. Яғни жұмыстан бүйтіп келді да, немесе бүйтіп отырады, компьютермен отырады да, шаршап кеттім ғой, бір 5 минут телефон қарап алайыншы деп кіреді. Жоқ, ол отдых емес. Тура сол нәрсені одан да хуже нәрсеге алмастырдыңыз да. Сол үшін де орыстың сериалдарын көрсеңіз, семьясымен жиналып алады да, дачаға кетеді. Дачаға барады да, ойбай, бір апта бойы пахать етеді, жер қазады, банк жабады, бір бәле қылады, қоқыс жинап, қалаға қайтып келеді, хорошо отдохнули деп айтады. Негізі отдых па? Иә. Өйткені бұл кісілер офисный работник еді. Сонымен салыстырғанда отдых. Мақсат бар, және ұнаса да, ұнамаса да жасайды дегеніміз қалай? 2 шарт бар еді отдыхтың. Ол Паретто деген, нені білетін шығарсыз? 25 минут жасау, помодоро. 25 минут жұмыс жасау, 5 минут демалу, 25 минут жасау, соңында 15 минут демалу, ол да жақта сол. Помодорода қызық нәрсе бар. Ана 25 минуттен шырылдағаннан кейін ұнаса да тұрып нені тастайсыз да, қалам немесе жасап жатқан жұмысыңыз барып жүріп келу керексіз. Көрдіңіз ба, мақсат бар. 5 минут жүріп келу, 5 минут демалу. Екіншісі бар, ұнаса да, ұнамаса да барып жүріп келесің. Түсіндіре алып жатырмын ба? Сәл қиын. Сол сияқты бұны мен былай жасаймын. Мысалы, кітап оқып отырамын өзімнің практикамда. Сөйтіп ұйқым келе бастайды. Кәдімгідей 5-10 минутта, өйткені ми напрягаться етеді да, барлығыңызға тағы да не, ұйқы келу нормально кітап оқыған кезде. Сөйтіп тұрамын да, жабамын да, барып бір немді дәретімді алып келе салайыншы деп, намаз жақында қалып дәрет алып келемін. Яғни мен менталды энергияны кәдімгі физическийға алмастырып келдім. 5 минут. Жуындым, биттім, ұйқым қайтадан ашылды. Қайтадан отырып, қайтадан оқып отырмын, 15 минуттан қайтадан басталды көз жұмылып. Бүйтіп қарасам, 5-нің уақыты кіріпті, намаз оқып алсайыншы деп, намазға тұрып кетуім мүмкін. Қайтадан алмастырып келдім. Сөйтіп миксовать етемін. Ұнаса да, ұнамаса да. Бұны Глеб Архангельскийда Time Drive деген кітабы бар, немесе Время деген кітабы бар. Барлықтарыңыз сол жақта жақсы түсіндіреді. Енді восстановление отдых деп түсіндірмейді, бірақ ол сол демалудың түрлерін көрсетеді. Сол отдых бар, ол бір энергияны бір-біріне қарама-қарсы миксовать ету. Екіншісі бар, ол восстановление көбінесе хобби жайлы. Яғни ол жақта мақсат та жоқ, дым жоқ. Бүйтіп қарасам, гитара тұр екен, берші дедім, дырын, үйренемін дегенде мақсат жоқ, әйтеуір бүйтіп 5 минут нетімді қоя салдым. Ол восстановление. Енді күйіп кетпеу үшін қорта келген кезде отдыхтың ішін алатын болсақ, соның ішіндегі энергияларды миксовать ете алу керекпіз. Екіншісі жалпы отдых пен восстановлениені миксовать ете алу керекпіз.
базовый нәрсе сол. Сол үшін де жаңа академиялық сағат, мысалы 1 сағат оқисың, 10 минут демаласың, немесе мектепте 45 минут оқиды, оның барлығы бекер емес негізі. 10 минут демалады, 15 минут демалады. Яғни дұрыс демалуды үйренсек, біз выгораниеға түспейтін боламыз. Енді сұрақ туындайды, ал мен былайынан пахат етіп жүре берсем не болады деген. Бұны ғалымдарымыз андай нәрсені береді. iPhone-да емкость аккумулятора деген бар, бәрі білетін шығар. Аккумулятор истощиться ете береді. Және де Apple-дың кәдімгі сайтына кірсеңіз, официалды, аккумуляторың жойылып кетпеу үшін 20% мен 80% ортасында ұстап отыр деп айтады. Электрокарларда да солай. Қазір Зикр айыңдаңыз, неттіңіз 20 мен 80. Қатты 100 қылып түні бойы қойып та ұйықтап жата бермейсің, қысқанша. Немесе 1% қылып да конца өшірген соң барып қойма деген сияқты мағынада. Бұл не үшін айтып отырмын? От крайности до крайности, яғни мына ұшынан ол истощать етеді. Я сіз сөйтіп пахат етесіз де 2-3 күнде ешініп жұмыс жасай беруіңіз мүмкін, бірақ алдағы уақытта бір 5 ай, 6 ай сөйтіп жүрсеңіз, сіздің демалу уақытыңыз, выгораниеңіз ұзағырақ болып кетуі мүмкін да. Бұрын 2-3 күнде восстановить етіп кетсеңіз, қазір уже 1 аптаға созылып кетіп жатыр, 1 айға созылып кетіп жатыр деген сияқты моменттер бар. Сол үшін де Кристина Маслач деген кісі бар. Сол кісі выгоранияның 4 деңгейін береді. 4 деңгейін, түрлерін атайды, көріп алса болады, деталына кірмей қойық. Соның ішіндегі ең алғашқы деңгейлерінің бірі осы көп тапсырмалы болады, көп жұмыс жасау, бүйтем, қырып жіберем дейді да, соңында көтере алмайтын шоқпарды беліне байлап күйіп кетеді. Сосын демалыстың бәрін тек қана телефон қарау деп ойлайды. Бізде сол фрилансерлермен болады, по-моему, жаңағыдай мысалы мобилограф, мысалы олар бар. Рутинный жұмыс қой. Көп объема болады да, үлгермей жалады. Ал мына жақта ақша табу керек, отбасын бағу керек, немесе ата-анасына беру керек, сөйтіп жүреді да, кредитін жабу керек, еш жаққа үлгермей, ана жақта клиенттер, қайда дейді сөйтіп. Сол рутинный жұмыс қой, сол ғой. Айтып ол сол бір күнде 3 видеоңды мүмкін, мысалда оңай емес ол. Отырып бүйтіп мәтінін жазу деген сияқты, бірақ соның ортасында демалып үйрену керек та. Олға тоқтамай демалмай кешкі 10-ға істеймін да, онда ұйықтаймын деген ол таңертең қайтадан миы қазандай болып тұрады. Оданша соның арасынан балтаны қайрап келген сияқты 5 минут қояды, телефонды қояды, жүріп келсін далаға. Бүйтіп паркке барып, бір кішкене серуендеп деген. Қайтадан келеді, қайтадан істейді, қайтадан қайтып келеді. Үзілістер алып отыру ғой. Бұл сол энергияны басқаруға келеді кішкене. Және де выгоранияға алып келетін тағы дүниелердің бірі ол расфокус. Фокустың болмауы, немесе фокустың шашыраңқы болуы, артық жауапкершілік, артық көп тапсырмада соған кіреді. Енді фокусированно қалай жұмыс жасауға болады дегенді айтсақ болады, қысқа нұсқа. Қазіргі таңда біріншіден фокустың шашырауы дегенде ол 4-5 проектпен айналысу ма или қандай мағынада айтасыз? Фокустың шашырауы сол 4-5 проектпен айналысуды да алып алсақ болады, немесе отырады да, мысалы қалай айтсам болады, WhatsApp-қа кіріп бірдеуге бірдеңке жіберу керек, сөйтіп телефонды алды да Инстаграмда отыр деген сияқты, отырады да, не үшін телефонды алып едім деп ше. TikTok-қа, YouTube-қа қандай жұмыс бар еді деген сияқты сол. Немесе бір уақытта 3-4 жұмыс істеймін дейді да, соңында 3-4-іне жеткізе алмайды. Расфокус кез келген еді. SDVG-да соның ішінен шығады ғой. Расфокус Мэтью Уолкер деген кісі бар, бәрі білетін шығар, «Зачем мы спим» деген кітап. Сол жақта Мэтью Уолкердің андай нәрсені береді. Адамда түнде ұйықтауда фазалар бар деп айтады. Быстрое движение глаз, терең ұйқы фазасы, жеңіл ұйқы фазасы дегендей. Дәл сол сияқты гиперфокус деген кітап бар. Сол жақта Крис Бейли деген кісі, ол кісі адамның күндізінде де сондай нелер бар дейді. Яғни өте продуктивный болатын уақыты, непродуктивный болатын уақыты деп күндізді де бөледі. Енді мен өзімнің продуктивный уақытымды немесе фокусированно жұмыс жасай алатын уақытымды қалай анықтауға болады деген сұраққа ол кісі былай жауап береді. Күніңізді 3-ке бөлесіз дейді. Мысалы таң, түс, кеш. Сөйтіп қай уақытта продуктивный екеніңізді анализ жасап анықтайсыз дейді. Мысалы таң ба, түс па, кеш па. Біреулер түнгі 12-де ояна бастайды ғой, бір мотивациясы келіп ше. Біреулер таңертең, біреулер түсте дегендей. Сөйтіп соны анықтағаннан кейін сол уақыттың ішінде қай сағаттар екенін анықтайсың дейді. Ол әдетте 1 сағат, 2 сағат, ары кетсе 3 сағат дейді. Яғни адам 24-те жетіп фокусированно битіп жүру деген ол қиын. Ол қиын. Енді мысалы, менде таңғы 5 пен 8. Қатты фокусированный кезіңіз бе? Мен оны искусственно жасағам. Амал жоқтан, өйткені 8-ден кейін басталады. 9-да анаяққа барасың, жиналыс бар, анау бар, біреуді мынаяққа апарып тастау деген сияқты жұмыстар басталады. Сол үшін мен ең маңызды 5 пен 8-ді қойып қойғам. Бұрын кешкі шам мен құптанның ортасы болатын. Кешкі уақыт, ақшам мен құптан ортасы. Крис Бейли деген гиперфокус айтады, 3-ке бөлеміз, таң, түс, кеш деп, соның ішінде қай сағаттар екенін анықтап аламыз дейді. Біреулерді таң, біреулерді түс, яғни қанша сағат, 7 мен 9-ның арасы ма, 10 мен 12-ның ба деген сияқты. Ары кетсе 1-2 или 3 сағат болады дейді. Соның ішінде ең маңызды жұмыстарды тығамыз дейді.
ең маңызды жұмыстарды тығамыз. Ол қалай? Ол жақта қайтадан отсекать ету керек болады. Андай шешім қабылдауға адам не үшін қиналады? Өйткені ресурс жетіспегеннен кейін да негізі. Мысалы мен бүгін ақ футболка киейін ба, сары ма деп, мен денем біреу ақ қой, ресурс жетіспейді, екеуін біреуін ғана. Немесе ақшам жетіспей тұруы мүмкін, қайсын сатып аламын дегендей. Сол сияқты андай уақытпен немен сыққан сайын андай маңыздырақ шыға бастайды бетіне ше, қаймақтары. Сөйтіп қысамыз, соның ішінде ең маңызды жұмыстарды тығамыз. Оны бөліп алса болады. Қаласа жарты сағатын діни бірдеңкеме арнаймын, 10 минутын денсаулығыма, 20 минутын кәсібімдегі үлкен бір проблема шешуге, немесе бір найымда істесе сол жақтағаны бастығым берген тапсырманы бітіруге деген сияқты. Және де соны істеп жатқан кезде бірінші шарт жалғыз қалу керек деп айтады. Ешкім кедергі жасамайтындай, фокусын ұрламайтындай. Екіншісі телефон, ноутбук сияқты нәрселерден арылу керек деп айтады. Егер жұмысы телефонмен жағы монтаж сияқты болса, енді білмеймін, интернетсіз болса, ең болмаса интернетін өшіріп тастау, немесе бүйтіп уведомление шыға бермейтіндей настройкадан алып тастау деген сияқты. Үшіншісі өзін триггермен қоршау керек деп айтады. Триггермен қоршау дегеніміз сіздің жақсырақ жұмыс істеуіңізге не әсер етеді, соны істеу. Біреулер кофейняға барып істегенді ұнатады, кофе ішіп отыр, ол кофейняға барсын. Біреулер смартпойнт сияқты офисный атмосфераны ұнатады. Біреу паркте отырып, сонымен өзін қоршау керек деп айтады. Сол үшін де энергия андай расфокус бола бермей, көбімізде сұрақ туындайды. Менде андай сұрақ туындайды, мысалы, жаңа Марғұлан Сейсенбай ағамыз бар, немесе Оскар Хартман бар, басқа бір кәсіпкерлерді алайық. Әйтеуір андайша, то саяхаттап жүреді, то рыбалкада жүреді, қашан жұмыс істейді, то охотада, менде сұрақ туындайды да, қашан жұмыс істейді бұлар өзі, қалай деген сияқты. Сөйтсем, по идее олар жұмыс жасайды, пахат етіп тұрып жұмыс жасайды. Бірақ белгілі бір уақытта фокусировано и артық нәрсені барлығын отсекать етіп тастау арқылы жұмыс жасайды. Тек қана результатқа қатты влиять ететін нәрселерге ғана қатысады. В точку ұралады. Біздің қателігіміз, бізде ИБД дейді ғой, имитация бурной деятельности дейді, сол өте көп. Сол үшін де Гегельдің бір сөзі бар, как многие люди путают усталость с результатом деп айтады. Деп анда жүрдім, бүйтіп кешке келіп шаршап, бүгін біраз нәрсе бітірдім деп шаршап құлауың, ол результативный күн немесе нәтижеге апаратын күн болды деген сөз емес. Ол шаршаумен өлшенбейді. Деген сияқты нәрсе бар. Сол үшін де ол кісілер сөйтіп в точку ұрады, енді қызығы бүйтіп гиперфокус таптық, оның ішінде қай уақыт екенін таптық, маңызды жұмыстарды кіргіздік, фокус ұрлайтын нәрсесін барлығын алып тастағаннан кейін, бұл жақта Гэри Келлер деген кісі бар, ол кісі фокус сұрақ деген несі бар. Ол ойында осы 5-ақ іс қалса, осының ішінде қайсын мен істеу керекпін, мына төртеуінде орын жауып кететіндей. 20-да 80 ғой, Паретто заңы ғой. Қай 20%-ға фокус қою керекпін, ол 80% табысталып кететіндей деп тағы да сұрақ қойса болады. Сонда қорыта келген кезде жалпы біздің үйрену керек нәрсеміз ол ақшаға қатысты болсын, жоспарлауға қатысты болсын, энергияға қатысты болсын, фильтр қоя алу ғой, фильтр. Және приоритетке бөле алу. Қазір тайм менеджмент, самодисциплина бірдеңкеде барлығын бір ғана сөзбен айтшы десе, мен приоритет деп айтушы едім. Болды. Тек қана приоритетке бөле алу. Қайсы маңызды, қайсы маңыздырақ. Қорыта келген кезде, Ереке, мысалы, апталық спринтқа келетіндер бар, жеке тәлімгерлікке келетіндер бар. Мен бір сөйлеммен былай түсіндірем. Мысалы, выгорание болсын, депрессия, бір патологта орнында тіреліп қалған сияқтымын, өзімді жеп жатырмын дегеннің барлығын бір-екі сөйлеммен түсіндіретін болсам, былайынан. Біріншісі, сен басқара алатын нәрсеңді басқармағандықтан, екіншісі, басқара алмайтын нәрсеңді басқаруға тырысқандықтан болып жатыр. Қайталап айтам, орысша. Қазақтар қазір қазақша түсінбей орысша түсіндіретін болды ғой. Сен контролировать ете алатын нәрсені контролировать етпегендіктен, соның бәрі. Екіншісі, контролировать ете алмайтын нәрсені контролировать етуге тырысқаннан болып жатыр. Болды, түбі осы. Мысалы, жаттығуға бару, артық салмақ тастау дегенді біз басқара аламыз ғой, бірақ оны істемейміз. Бәрін біліп тұрмыз. Соны істемеген үшін де ары қарай өзіміз жей бастаймыз ғой. Немесе отырамызда бізде қазір автобөлшек сататын кәсібіміз бар. Қыста көктем болып кетті ғой, бір автобөлшекпен айналысқанда. Мен оны басқара алмаймын бірақ. Бізде андай қыс келсе, авария жол апаты көп болса, біздің сауда күшті жүреді. Қазір күн жылы, авария жоқ. Бірақ мен бұны басқара алмаймын. Бірақ мен фокусты қайда қоямын? Басқара алатын нәрсеме. Енді не істесем болады? Онда амосеремді дұрыстайын. Таргетті дұрыстай бастайын. Ананы бетейін, сөйтейін деген сияқты. Сол үшін фокусты қою керекпіз басқара алатын нәрсеге. Басқара алатын нәрсеге емес. Бұны жақсы үйрететін жер, жаңа нелерді үйретемін. Кездескен кезде немесе апталық спринтта деген сияқты да. Жолдары бар. Сізге негізі мынау былайша айтқан кезде бұл жақ психология ғой енді. Бәлкім менде психология қатысы бар. Екіншісі сізде там основной неңіз ол кәсіп жағы ғой. Негізі қай жағынан көп келеді сізге адамдар?
екі жақтан да келеді ау, бірақ көбінесе кәсіп емес тұлғалық даму жақтан келейікші деп айтайықшы. Өйткені ол кәсіпкер болса да, ол найымда істесе де, ол студент болса да, ол мектеп оқушысы болса да, экзистенционалды кризисқа кіретін периодтар кез келген адамда болады. Экзистенционалды кризис дегеніміз, мен не істеп жүрмін, істеп жүргенім дұрыс па, дұрыс емес па, дұрыс бара жатырмын ба, мән мағына не болып кетті өзі деген сияқты өзін жей бастау, бір орында тұрып қалу, ол нормальный нәрсе. Және де ол кез келген периодта болады. 30-ға толғандарда да бар, 40-тағыларда да бар, 18 жасарларда да бар деген сияқты да. Оның барлығын енді мен психология тарапынан емес, мен менеджмент болғаннан кейін менің фишкам кәсіпте де. Мен адамның тұлғалық дамуын барлығын білемін да. Гэллоп та содан шығады. Нет психологияға да қатысы бар оның. Нет білмеймін, мотивация, стимуляцияға да қатысы бар, дисциплинаға да қатысы бар деген сияқты да. Бірақ бір арнайы өзімді психологпын демеймін, бірақ ғылым ретінде психологияны мойындаймын. Бірақ псевдопсихологтарды мойындамаймын. Жаңа апталық спринт бойынша бір толығырақ ақпарат берсеңіз, ол жағы кімдерге арналған, ішінде қандай информация бар, адамдар не істейді, қанша уақыт? Апталық спринт аты айтқандай бір апта болады, онлайн, зуммен. Доступ бере саламыз деген жоқ, өзім отырам, өзім қатысам. Арнайы тапсырмалар беріледі, үй жұмыстары беріледі, техникалар жасалады. Ол жақтағы келген адамдар қайтадан жас бір несі жоқ. Кәсіпкер де келе алады, студент те, өзін таппай жүрген адамда не ала алады, алдағы бір несін, бұлыңғыр нәрсесін анықтап, ұзақ мерзімді мақсат қойып, сол мақсаттың жолында дұрыс стратегия қойып, дұрыс жоспарлай алып, қадамдарын бекіту, сол арқылы жүріп келе жатқан кезде дұрыс шешім қабылдап, яғни дұрыс шешім қабылдау ықтималдығын жоғарылатып, энергиясын дұрыс басқарып үйрену ғой. Және выгорание бәрі кіреді, выгорание да кіреді, оның шығады, тайм менеджмент кіреді. Иә, ол энергияны басқару деген автоматты түрде ол выгораниедан шығуға алып келеді. Ол жақта бағана айтып қалғанда Кристина Маслаш дедім ғой, соның ішіне толық кіреміз. Выгоранияға бірінші кірмеудің жолдарын түсіндірем. Екіншісі кіріп қойсақ, оның қандай түрлері бар, оның қандай белгілері бар, мен қай деңгейде екенімді қалай анықтаймын, және де одан қалай шықсам болады деген тақырып та бар оның ішінде. Бір аптаның ішінде. Ал достар, егер Темірлан мырзаның апталық спринтіне қатысып, өзіңіздің мақсатыңызды жазып, жоспарлап, выгораниеден шығуды үйреніп, нақты техникаларды алғыңыз келсе, бізде төменде сілтеме бар, описание мен комментарий бөлімінде, соған өтіп заявка қалдырыңыз, сіздерге менеджер звондап тіркейтін болады. Иә. Ал Таке, рахмет. Сіздің каналға шығып сұхбат бергеніңізге. Алдағы уақытта мен ойлаймын, негізі тағы да подкасттар шығарамыз деген ойдамын, себебі актуалды тақырыптарын жаза кетсе болады пікірге. Иә. Бәлкім сол тақырыпты келесі подкастқа бекітеміз. Комментарийда өзіңіз түсінген, алған инсайттарыңыз болса бөлісіп өтіңіздер, және де Темірлан мырзамен тағы подкаст қаласаңыздар, астында қандай тақырыпта болғанын қалайтын едіңіздер, соны тағы да бөлісіп өтсеңіздер болады. Рахмет, қош, сау болыңыздар.